өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Қазақтың жазба әдебиетінің негізін қалаушы, ойшыл ақын біртуар перзенті Абай Құнанбаев жайлы сөзімізді оның өзінің осы өлең жолымен бастауымыз заңды да. Өйткені Данабайдың сөзін қоспай ештеңе де айта алмаймыз. Бұл ұлы ақынның мұрасының мәңгі өлмейтіндігінің дәлелі. Бұл жайлы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың Абайға көңілі айнымайды. Қайта уақыт өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түсеміз. Абай өзінің туған халқымен мәңгі бақи бірге жасайды. Ғасырлар бойы қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар асуларға шақырады деген болатын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында Абайды терең тануға баса мән беруді. Абайды тану, адамның өзін өзі тануы, бұл кемелдіктің көрінісі екендігін, сондықтан Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темір қазығына айналу тиістігін айтқан еді. Шын мәнінде қазағымен бірге жасап келе жатқан ұлы ақынның мол мұрасы ұлттың ұлықтаудың, халқын шексіз сүюдің, ұрпағын парасатты патриотизмге тәрбиелеудің құралы. Сондықтан бүгінгі ұрпағымызды Абайдың мол мұрасы арқылы тәрбиелеудің маңызы зор. Ақынның өлеңдерін оқу арқылы әрбір жастың бойында туған елі мен жеріне, халқына деген сүйіспеншілік сезімді орнатуға болады. Сондықтан да мемлекет басшысы ұлы ақынның еңбектерінің нәрін өскелең ұрпақтың санасына сіңіру және өмірлік азығына айналдыру ұлтты жаңғыртуға жол ашатын маңызды қадамның бірі екендігін айтады. Өткен жылы данышпан ақынның 175 жылдық мерейтойында Қазақстанның ел тізгінін ұстаған басшыларынан бастап Абай өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын кішкентай бүлдіршіндерге дейін жалғастыруы халқының ұлы ақынға деген сүйіспеншілігінің көрінісі болып деуге болады. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Біздің тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығында да бұл бастама жалғасын тапты. Орталығымыздың аясында қаламыздың мектеп оқушыларынан бастап аға буын өкілдері қатысқан Абай өлеңдерін жатқа оқу, шығармаларын талқылауға арналған семинарлар, байқаулар өткізіліп, тәрбиелік мәні зор бастама жалғасын тапты. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманда айырмадың, бір қан, бір май боп екі ұртың деп, Хакім Абай қалың қазағының қамын ойлап, тұңғыш рет өз заманында халықты толғандырған қоғамдық және саяси өмір проблемаларын күн тәртібіне қойды. Ол қазақ қоғамының қайшылықты жақтарын, замандастарының алауыз берекесіздігін, патшаның отаршылдық саясаты қоздырып отырған рулық тартыстардың елдің бірлігіне келтірген зиянын қатты сынай отырып, халықты озық мәдениетке сүйреді. Ол дамыған көрші елдермен қарым-қатынас жасауда, елді сол жолда бірігуге, ынтымақтастыққа шақырды. Ол шындықтың ақыны болып туды, солай өмір сүрді де. Оның өлеңдерін оқи отырып, одан жалғандық табу мүмкін емес. Өлеңдерінің қазақтың ұлттық табиғатына тән шындық мөлдіреп көз алдыңа келеді. Ұлы суреткер есебінде Абай оны көркем бейнелеудің жаңа жолын тапты. Сондықтан ол қазақ әдебиетіндегі тұңғыш ұлы суреткер саналады. Ұлы ақынның қара сөздері адамзатқа қалдырған салқынмас мол мұрасы, ол тұнып тұрған ақыл парасат. Оның арқауы кісілік, мәдениет, ізгілік, әрі қара сөзінің басты мәні ойлануға, өзгеге ой салуға жетелейді. Қара сөздерінің қайсысы болмасын, қазақты жақсылыққа, игі істерге шақырады, жамандықтан, жалқаулықтан жирендіреді. Тіпті публицистикалық шығарма деп тануға болатын ұлы ақынның 45 қара сөзін жатқа білу жастардың көкірек көзін ашары сөзсіз. Мемлекет басшысы нағыз Абайды, ақын Абайды тану үшін
оның өлеңдері мен қара сөздерінде айтылған ой тұжырымдардың мағынасы ашылу керек. Ол әлемнің кең таралған негізгі тілдеріне барлық бояуларын сақтай отырып аударылу тиіс деп абайтанушы ғалымдар мен тіл мамандарына, жанашыр азаматтарға жауапты міндет жүктеді. Абай ақын боп сөз жазып қана отырмаған, өз өлеңіне өзі ән шығарып таратқан. Ақынның музыкалық мұрасы қазақтың басқа халықтың ән күйлері секілді ауыздан ауызға, заманнан заманға ауысып отырған. Халық санасынан өшпес орын алуы ақын әндерінің ұрпақтан ұрпаққа жетуінің басты себебі болды. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін деген ақын әнді де ермек үшін жазбаған. Ол жан сырын тек поэзия тілінде ғана емес, халқымен музыка арқылы да тілдесуді мақсат етіпті. Міне, данышпан ақынның ән мұрасының өміршеңдігінің бір сыры осында жатыр. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың ғибратты өмірі мен мол шығармашылық мұрасы тек қазақ халқына ғана емес, әлем жұртшылығына үлгі. Ақынның мұрасы бүкіл адамзат баласының рухани азығы. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы.